Армысыздар, құрметті телекөрермендер. Эфирде өнердің өз өкілі бағдарламасы. Студиямыздың бүгінгі қонағы Сара сөз журналының бас редакторы, жас жазушы Гүлжаз Қарыбекқызы. Қош келдіңіз, Гүлжаз ханым, студиямызға. Гүлжаз, жалпы сізді жазу сызу әлемінен кейінгі кездері жиі көреміз. Ілгеріде де әңгімелер жаздыңыз. Жалпы осы салаға қалай келдіңіз? Дәстүрлі сұрақтан бастаса. Мен өзім тағдырлы баламын, шын айтқанда. Атам мен әженің қолында өстім. Сонда менің нағашы атам өте оқымысты кісі болған. Біздің үйімізде газет журнал деген үзілмейтін, тұрақты. Мен ата әженің қолында 11 жыл болсам, сол бала күнімізде кезек-кезек ағаларымыз оқып жатады, жаңағы атам оқып жатады. Сосын кейін сол кісілер оқыған бетті барып қызығып қарап оқимын, не оқып жатыр екен деп. Соның ішінде қысқа-қысқа әңгімелерді оқи бастадым. Ол менің ары қарай кітапты тереңірек оқуыма, мына сөзге қызығуыма, мында қазақта мынандай сөз бар екен ғой деп синоним сөздерді, тіл байлығымды кеңейтуге, бәріне септігін тигізіп жүрді. Енді қазір осылай кісілер сұрақ қойғанда, қалай келдіңіз дегенде, ең басы сол кезде екен. Бұл баспасөз жалпы тәрбие құралы. Қазір қазақта жалпы мынандай сөз бар, баланы тәрбиелеп әуре болма, өзіңді тәрбиеле дейді. Бұл бір айнымас аксиома, қарап тұрсаңыз. Сонда атам, әжем, ағаларым маған мына газет журнал оқы, кітап оқы деген сөзді айтқан жоқ. Олар оқыды, мен қайталадым. Міне осылай сөз өнеріне келдім мен. Осы кезде басталған екен деп ойлаймын. Менің сөзге деген қашықтығым, құмарлығым. Сіз журналистика бөлімінде оқыдыңыз Қазақ Түрік университетінің. Десе де сіз әңгіме жанрында жиі қалам тарттыңыз, сол кезде жүріп алып. Жалпы бұл әңгіме жазу өнер ма, кәсіп па? Өнерде, кәсіпте бұл жалпы. Енді мен журналистикаға алғаш келген, қадам басқан кезден бастап әңгімелерімді жаза бастадым. Жарыққа шыға бастады, өзіңіз де шет жағасын біліп отырсыз. Мұның барлығы жаңа алдында айтып өткендей, менде тәжірибе болды, сөздік қор жеткілікті болды. Мынау бір тәрбиелейтін университет қабырғасына түскеннен кейін, жалпы жазатын әлемге келгеннен кейін барып, мен бірденнен алтын көмбенің аузы ашылған сияқты болды да. Сонда жылдар бойы менің газет журнал оқығаным, кітап оқығаным, ата әжеден көрген тәрбием, мына көркем мінез дейсіз, соның барлығының нәтижесі бірінші курс оқып жүрген кезде көрінді. Сол кезде әңгімелерді жаза бастадым мен. Республикалық деңгейдегі басылымдарға шықты барлығы. Бәрекелді, мынау жалпы Сара сөз деген журналыңыз шыққанына біршама уақыт болды. Біршама рухани құндылықтарды көтеріп жүрсіздер, ішінде әдебиет те бар, өнер де бар, қарап отырсаңыз. Жалпы бұл атын не үшін Сара сөз қойдыңыз? Алдағы мақсаты қандай? Жалпы қазақ сөз қадірі өз қадірім дейді. Бір ауыз сөз айықпас дертті жияды дейді, бір ауыз сөз қасіретті тыяды дейді. Сөз арқылы өстім өз басым. Мысалы, жақсы сөз арқылы өстім, жақсы сөзді оқып өстім. Сондықтан менің әу бастағы студент кезімде өте алғыр бала болдым ғой. Бізді білесіз, 4 курс бойына алғашқы курстан бастап өндірістік тәжірибеге жіберіп жатады. Сонда бірден ауылдан шыққан бала, шағын қалада оқып жүрген ұяң қыз бала үлкен Алматыға, Алпауыт Алматыға барып, сол жерде газет журналдың енді түр көп қой ол жақта. Сол киоскілердің біріне барып алайын, қазақша газет журналдар қарайын деп барсам, сол кезде мен енді Алматының ол қай жер екенін білмеймін, нақты есімде жоқ, бірақ сол кезде қазақ тіліндегі басылымдар өте аз болды. Өте аз болды. Санаулы болды. Мен іздеген таба алған жоқпын шын айтқан кезде. Сондықтан сол кезде бір жақсы ой қылаң берді маған. Мен Алла маған өмір берсе, мен осы кәсіпті өзім бір кәсіби маман болған кезде осы жыртықтың бір жамауы болам мен. 1% болса да мен осы қазақ тілдегі басылымдарының санын көбейтуге үлесімді қосам деп мен өз-өзіме іштей уәде бергенмін. Былай қарасаңыз. Сондықтан енді бұның атына келсек, сол атында да сөз арқылы деп айтып отырмыз ғой. Сөздің сарасы, сөз арқылы өскеннен кейін осы Сара сөз деген әдемі есімді Алла аузыма салып,
осындай жақсы есім бердік. Бұның ішінде жаңағы рубрикалары да өте қызық. Мысалы сахна сөз, назым сөз, насыр сөз. Менен сұрап жатады, сіз ол не деп та, мысалы назым сөзді бізде орта ғасырда сол кездегі оқымыстыларымыз мысалы поэзияны назым сөз деген. Насыр сөз дегеніміз қазір таза прозаның өзі. Сондықтан да бір көне сөздерді жаңартып, ой салып, жақсы сөз ғой адамға ой салатын, мына жақсы идеяны да келтіретін, адамға өмір сүруге құлшындыратын да, барлығы тек сөзге байланысты. Сондықтан да осы менің журналым әрбір адам алып оқыған кезде өзінің өмірлік мақсатын айқындаса екен, көз ашылса екен, бір жақсы әсер етсе екен, тәрбие құралына айналса екен деген тәуекелмен жарыққа шыққан дүние. Кейінгі осы кезде прозаиктар азайып кетті деп жатыр да, проза жазатындар аз дейді. Сіз не дейсіз бұған? Мен негізі келісемін бұған. Біз мысалы әлі күнге дейін қазіргі мысалы прозаиктерді емес, жас буын өкілдерін емес, аға буын өкілдерін оқып жүрміз. Мен мысалы қайтадан кітап оқу керек болып, қайттан мынау адамның шығармашылық адамында рухани тоқырау деген дүние болады. Жан жабырқайды. Енді басқа салаларды мен айта алмаймын, бірақ шығармашылық адамдарын өзі жанын рухани тоқыраған кезде ол жанына керегін өтейтін ол бізді кітап қана. Ал сол кімді оқимын, не оқимын деген кезде біз тек қана аға буындарға өкілдерінің ғана жазбаларын, мысалы қайтадан Абай жолын оқып жатырмыз, қайтадан Мағауинді қайталап оқып жатырмыз деген сияқты. Бұрынғы жазушыларымызды қайталап оқуға біз мәжбүр болып жатырмыз. Жалпы жоқ емес, аз бірақ. Осы тұрғыда енді сіз журналда арасында сол классиктердің дүниелерінен үзінді болса да жариялау жоспарыңызда бар ма, әлде жариялап жатырсыздар ма? Бұрынғыларды жариялай бергенге бір тағда оқырман түсінбей қала ма, мысалы журналдың бетін материал таппай жатыр ма, материал бұрынғы дүниелерді неге толтыра береді деген сияқты оқырманда пікір болмасын деп ойлаймын да. Мысалы, сондықтан көбінесе өзіңіз айтқандай жас таланттарды, жаңа есімдерді, көрінбей жүрген соларды көрсетуге тырысамыз көбінесе негізінде. Бірақ прозаиктердің әңгімелері жоқ емес бар. Мысалы қарағандылық Серік Сағынтай деген жақсы прозаик ақын әрі жазушы кісіміз бар. Сол кісінің әпсаналары, әңгімелері, одан да басқа мысалы біраз авторлардың дүниелерін жариялап жатырмыз. Оқырманға ой саларлық деген, көбінесе енді журналымыздың біздің беті аз. Сондықтан да қалпақ дүниелерді көбірек бермеуге тырысамыз, аз дүниелерді береміз. Неге десеңіз, қазір мобильді заман, санасуымыз керек, заманмен де, жалпы адаммен де. Өйткені қазір білесіз, барлығы телефоннан оқып алады. Сосын бұрын ұзақ жазуға тырысса, қазір барлығы қысқа жазуға тырысады. Өйткені бір қазір мына нарықтық заманда елдің бәрінің жүйкесі жұқарып, бір шыдамсыз, сабырсыз, тез оқып тастағысы келеді. Сен бір үлкен ойды бір аядай қалыпқа сыйғызып, қысқа жазуға тырысып жатыр жалпы барлығы қазір. Сондықтан да сол қоғамның өзінің сұранысын, оқырманның талабын ескеріп, қысқалау жазылған дүниелерді беруге тырысамыз. Беті аз болғандықтан біріншіден шағын, екіншіден жаңағы оқырманның сұранысына қарай. Жалпы таралымы қанша журналдың бүгінгі таңда? Бұл Түркістан аймағына таралымы, жалпы республика көлемінде ме? Бұл жалпы көбісі соны сұрап жатады, түсінбей, жергілікті жердің басылымы ма деп. Бұл Түркістан қаласынан шығатын республикалық әдеби қоғамдық журнал. Жалпы республикаға тарайды. Бүгін біз алғашқы кезде былтыр негізі 2017-нің май айынан бастап жарық көрді. 2000 данамен бастадық. Қазір Аллаға шүкір, жылдың басынан бері таралымын 5000-ға көтердік. Жалпы республиканың түкпір-түкпірінде оқырмандар бар. Айына бір рет шығады. Айына бір рет шығады. Сосын бір жалпы жақсы мынандай бір ақынымыздың сөзі бар. Мен әр оқырманымды шай ішіп отырып жинадым деп айтады да. Соған ұқсап, мен де әр оқырманды шай ішіп отырып, желідегі посттар арқылы әртүрлі деңгейде, әр қырынан беріп
оқырманды солай жинап жатырмыз деп айтсақ та болады. Жалпы мынау поэзияға, прозаға жаны құмар жастар сіздерге материал жазып тұруға, әңгімелер жазып тұруға болады ғой? Болады, әрине болады. Көптеп оны мен мысалы, қазір білесіз, балалар әдебиетіне қалам тербейтіндер өте аз. Мен мысалы қазір газет журналдан гөрі қазір желіде тез тарайды ғой, мысалы ақпараттар, сондықтан желіде көбірек жазып жатам. Осы мені бір таңғалдырғаны, осы балалар әдебиеті туралы бергім келеді, мысалы ертегілер бар ма, кім жазады деген сияқты бір сұрақ жауап жүргізген кезімде маған өте көптеген хаттар келді. Демек балалар әдебиетіменен айналысып жүрген, айналысқысы келетін біздің жастарымыз өте көп екен. Солардың жазған дүниелерін, ертегілерін мысалы арнайы балалар әдебиеті деген рубрика ашып қойып, салып жатырмыз, нөмірге беріп жатырмыз. Сұраныста бар, сұрайтын оқырмандар бар. Жалпы осы темір қанат болып келе жатқан, жазу сызуға кәсіптеніп, машықтанып келе жатқан жастарға не айтар едіңіз? Жалпылар не істеу керек алдағы уақытта сіздің ойыңызша? Әдебиетке келетін жалпы. Әдебиетке келетінде олар ең бастысы көп оқу керек. Қазір бізде кітап оқымайды жастар, аз оқиды. Сосын бір-екі кітап оқып алып төңкеріп тастағандай болып жүреді да, шын айтқан кезінде. Сондықтан олар еңбектену керек. Мұның барлығы мысалы еңбекпен келіп жатқан дүние. Еңбек деген не? Оқу, еңбек деген табандылық, мысалы қайтпайтын қайсарлық, қажырлық. Еңбектену керек. Сонда ғана. Сосын бір сізге айтатын дүнием, маман өз кәсібін, өзінің мына өнерін, мысалы сүю керек ол. Сонда ғана ол қоғамға пайдасын тигізе алатын бір дүние жасайтын маман болады. Гүлжаз, үлкен сізге рахмет. Студиямызға келіп, ой бөлісіп, сыр тарқатқаныңызға. Құрметті телекөрермендер, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Бүгін біздің студиямызда қонақта болған Сара сөз журналының бас редакторы, жас жазушы Гүлжаз Қарбекқызы болатын. Аман, сау болыңыздар.